Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз Құран сүрелерінің түсіндірмесіне арналған подкастымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде талқылайтын сүреміз Құранда 3 аяттан тұратын 3 сүренің ең қысқасы Кәусар сүресі. Дәстүр бойынша сүрені бір мағынасын оқып шығайын, одан кейін талқылауға кірісеміз. Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шынында біз саған Кәусарды, үзілмейтін, түгесілмейтін мол жақсылықты нәсіп еттік. Сен де Раббың үшін оған борыштар екеніңді терең сезіне отырып, намаз оқы және құрбан шал. Ақиқатында сені ұрпақсыз нағыз жақсылықтан махрұм деп, кемсітушілердің өздері ұрпақсыз, өздері махрұм. Деп қана қысқаша, өте қысқа сүре. Осының енді тәпсіріне кірсек болады. Біз дәстүр бойынша бірінші қонаққа сөз берейік. Ерболат мырза, өзіңіз бастасаңыз. Пайғамбарымыздың дәуірінде әдебиет, ақындық, шешендік деген қатты дамыған, шыңына жеткен бір дәуірде жаратушының Құраннан бір сүренің үлгісін алып келуді талап еткен кезде, енді бұл ең қысқа сүре Кәусар сүресіне қараған кезде, сол кездегі ақындар, сол кездегі осы сөз мамандары осы сүренің бір үлгісін әкеле алмаған. Сол жағынан қараған кезде бұл 3 аят болса да, бұның ішінде өзі аты да мысалы Кәусар, көптік, мысалы өте мол қазына мағыналар бар ғой, енді пайғамбарымызға берген көп деген ерекшеліктер. Сол жағынан қараған кезде олар бұл 3 сөйлемнен тұратын сөзді әкеле алмау емес негізі. Кәусардың, сол Кәусар сүресінің қамтыған ішіндегі пайғамбарымызды танытқан, пайғамбарымызға берген ерекшеліктерді сондай бір қысқа сөйлемде жеткізе алмауында оларды бір әлсіз жағдайда қалдырып отырды. Сол жағынан қараған кезде бұл Кәусар сүресі өте бір маңызды бір сүре деп айтсақ болады. Екіншіден, енді өте қысқа сүре болғандықтан, қазір бұл Кәусар сүресін енді намаз оқитын мұсылмандар жағынан қараған кезде Кәусар сүресін білмейтін бір мұсылман жоқ деп айтуға болады. Ол жағынан да бала кезде ең бірінші жаттайтын сүрелердің бірі ғой, негізі ата-әжелер жаттатқан кезде. Ол жағынан да қараған кезде, енді сүренің атау ретінде қараған кезде, енді көптік пайғамбарымыздың да үмметінен ең көбі білетін бір сүре деп қарасақ та болады. Сол жағынан да жеңіл әр мұсылманның бірінші үйренетін бір сүресі, яғни беташар ретінде осы сүремен. Бізде мынандай бір түсінік бар ғой, қысқа сүрелерді мағынасын білем деп ойлайды көп адам. Өте қарапайым, бұл жерде не түсінбейтіні бар, түсінікті ғой деп ойлап қалады. Негізінде шынында жаңа сіз айтқандай, тәпсірін ақтарса, түсіндірмесін ақтарса, шынында көп қазына бар. Тағы бір нәрсе айта кетсек, енді пайғамбарымыз енді бұл жәннаттағы бір бұлақтың атауы деп те бір келеді ғой. Сондай бір бұлақ бар дейді пайғамбарымыз, соның басында үмметтері жиналады дейді. Сол жағынан қараған кезде де басқа пайғамбарлардан ең көп пайғамбарымыздың үмметіне жиналатыны, сол үшін ол бұлақтың атауы сол Кәусар болып аталуы, яғни ең көп қауым немесе үммет жиналған бір бұлақ ретінде де. Ол жағынан да қарағанда пайғамбарымыздың бір дәрежесі басқа пайғамбарлардан қарағанда бір жоғары екенін осы сүре атауымен де бір көрсетіп тұрған сияқты. Жалпы ол сонда сүйінші сүре ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Жалпы енді оның сүйіншісін өздерің айтасыңдар, мен басқа жақтан кірейік. Құран енді тематически бөлінеді ғой. Құранда енді фих бар, шариғат бар. Енді 30-шы параны қиямет парасы дейді. Алайда 30-шы парада негізі фихқа қатысты да 2 аят бар да, 1 аят бар дейікші, 2 үкім. Ол да осы Кәусар сүресінде де. Фасалли ли раббика ванхар. Негізінде 30-шы парада фихқа қатысты аят жоқ. Бәрі ақыретке, жүрекке, қияметке қатысты аяттар, сүрелер ғой. Енді Кәусар сүресінде фихқа қатысты бір үкім бар да. Енді соған тоқталайық. Енді ғалымдардың арасында сөз бар ғой, фасалли, намаз оқы, ванхар және құрбан шал деген сияқты. Енді пікірталас бар, ол қандай намаз оқы, қалай бұйырылып тұр. Осындан және де усул фихтан басқаға да қағидалар шығады. Құдай тағаланың бұйрық райы ол не всегда фарз болады. То есть бүткіл приказдың бәрін фарз деп қабылдай алмайды біздің ханафи мазхабында. Әйтпесе ванхар, құрбан шал болса, біздің мазхабта құрбан фарз емес те, ол уәжіп. Қайта бұйрық райында келіп тұр Құранда. Осы Кәусар сүресіндегі 2 бұйрық райы да
Біріншісі намаз, екіншісі құрбан десек, намаз енді намазға қатысты енді ихтилаф бар. 5 уақыт намаз болса парыз, алайса бұл құрбан айт намаз деген да. Өйткені Зүлхиджада қажылықта болған кездегі намаздар. Бұл намаз болған кезде жалпы намаздың араб тіліндегі дұға деген мағынасын айтамыз ғой. Енді не бар ғой? Тәлбия бар. Содан кейін құрбан айтта айтылатын дұғалар бар. Содан кейін тәкбирлер бар. Соның барлығын қосып келгенде фихқа қатысты осы Каусар сүресінен осындай жағы бар. Басқасын бәрі енді қияметке қатысты. Каусар ол да ақыретке қатысты мәселе. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға белгілі деңгейде мүшриктер тарапынан айтылған жаман сөздің результаты болашақта қалай болатынын алдын ала болжаған бір сүре ғой. Ол да бір иманға қатысты бір дүние да. Фихқа емес, тағдырға. Енді бұл Каусар сүресі жаңа пайғамбарымызға түскен сүрелердің ішіндегі пайғамбарымызды қуантқан сүрелердің бірі болып келеді екен. Себебі жағы уахи түскен кезде белгілі пайғамбарымыз түрлі жолмен түседі. Уахи сол кезде пайғамбарымызға ауыр келетін еді дейді. Жаңағыдай тіпті түйе шөгіп кететін еді деген сияқты. Бірақ бұл Каусар сүресі түскен кезде енді ғалымдарды көбінесе меккелік сүре деп айтады. Каусар сүресін меккелік сүре. Меккеде пайғамбарымыз жағы сәл мызғып кетті дейді. Соны оянған кезде күліп оянды дейді да, жымиып қуанышты жүзбен. Сосын жағы Анас ибн Мәлік жеткізеді. Сұрады дейді да, не үшін күлдіңіз, не жағдай болды деген кезде, маған осы сүрелердің ішіндегі ең керемет сүре түсті деп осы Каусар сүресін соңына дейін оқып берді дейді. Демек бұл пайғамбарымызға жаңа өзіңіз айтқанда бір үлкен сүйінші, өйткені пайғамбарымыз сол меккелік кезең өте ауыр кезең болды пайғамбар үшін, басқа сахабалар үшін. Сол үшін бұл көңілдерін жұбататын бір керемет бір сүре, сүйініш болды. Осы тұрғыдан қараған кезде мына духа шарқ сүрелерімен бір рухтас сүре деуге болады. Бір құлшындыратын, былай жұбататын дейміз ба, еңсесі түскен кезде, жабырқаған кезде бір құлшындырып қою, қуантып қоя ма? Негізінде Меккедегі ол да неде ғой, Юсуф пайғамбардың оқиғасы да негізі қуантады ғой. Өйткені ағалар жағынан лақтырылады, белгілі бір сүйінші болады. Құдыққа түссең де құл болып сатылсаң да, нәтижесінде Мысырдың бір министрі боласың дегендей бір ишарат бар ғой. Меккеден қуылғанына ұқсатады ғой. Енді Каусар сүресі инна аътайнакал каусар, біз бердік деп бастайды ғой. Мен бердім деп емес жаратушы. Онда бұл жердегі пайғамбарымызға беретін Каусар, ол қандай Каусар? Енді көп жақсылық, немесе көп үммет, немесе көп ерекшеліктер. Соны жаратушы біз періштелер боп, сенің үмметің боп, енді сахабаларға жақсылықты кім үйретті? Пайғамбарымыз үйретті. Олар арқылы пайғамбарымызға қаншама жақсылық беріледі. Одан кейін қазіргі мұсылмандардың өзі бір салауат айтатын болса, ол пайғамбарымыздың дәрежесін бір көтереді. Енді қанша мұсылман қанша рет салауат айтса, мысалы қаншалықты көтеріледі. Бұның барлығы осы Каусардың ішіне кіреді. Соны жаратушы себептердің өзін жоққа шығармай, біз бердік деп, тек өзі мен бердім деп емес, мысалы біз бердік, енді Құранда олай келетін аяттар көп қой, біз деп қолданатын. Ол жағынан қараған кезде де Алла тағаланың бір пайғамбарымызға енді бұл табиғат болып, жаратылыс болып, соншама бір енді періштелердің де, мынау тастардың да салауат айтқан нелер бар ғой. Пайғамбарымызды сүйіншілеген, пайғамбарымызбен ағаштардың сөйлескен, сол барлық жаратылыс болып пайғамбарымыздың бір дәрежесін көтергенін осы жерден де байқауға болады. Одан кейін әл-Каусар енді араб тілінде белгілі нәрсе, белгісіз деп бөлінеді ғой. Басында әл келеді, біреуінде келмейді. Бұл жерде әл-Каусар деген кезде сол пайғамбарымыздың дәрежесін көтеретін, мұсылмандардың дәрежесін көтеретін сол қазына, сол не болса, сол жаратушының белгілеген, яғни қайырлығы белгілеген нәрселері деп қарасақ болады да. Белгілі халде дейсің ғой. Белгілі түрде, яғни жаратушы қандай бір дәрежені мұрат еткен болса, мысалы, сол нәрселер беріледі. Басқа біреу пайғамбарымызға тіл тигізуі мүмкін, немесе бір жамандық жасауы мүмкін. Олардың еш қайсы бір жетістікке жетпейтінін, сол жаратушы нені мұрат еткен болса, сол орындалатын осы әл-Каусардан көруге болатын сияқты. Жалпылама емес, жалқы есім ретінде айтып тұр дейсіз ғой, жаңағы алиф-лам жалғану арқылы осы мағынаны береді. Одан кейін енді мына Каусарда жаңа инна аътайна деген кезде, мысалы
ато деген жаңағы етістік бар ғой, біз бердік деген. Негізі Құранда беру деген етістік 3 түрлі формада келеді екен да. Біріншісі осы ато болса, екіншісі ата, үшіншісі уахаба. Сонда енді айырмашылықтар қандай бұлардың арасында дейтін болсақ, ато деген етістікпен келген жаңағыдай нығметтер, енді Алла тағала бердік деп келсе, бұның есебі сұралмайды дейді да ақыретте. Есебі сұралмайтын нығметтерге сонда ато деген қолданылған. Сол үшін инна атайна кәл кәусар деген кезде саған есебі сұралмайтын үлкен бір сый бердік деген мағына берген. Ал егер ата келсе, бұл есебі сұралатын. Мысалы біз атайна мусал китаба деп жаңа келеді, біз кітап бердік. Көбінесе осы уахи бердік, кітап бердік дегенде осы ата етістігі қолданылады екен. Уахабада сондай бір жаңағыдай бала сұраған кезде, бала бердік деген кезде уахаба етістігі былай қолданылады екен. Сол үшін бұл жерде атаның бір ерекшелігі жаңа айтып тұрғанымыз сияқты үлкен бір нығметтің жаңағыдай есепсіз, қисапсыз сұрауы жоқ. Кітаптың түсуі де, баланың берілуі де аманат қой, ар жағында сұрақтар, жауапкершілік бар. Мына жерде бір Алла тағаланың өзі бір тарапынан инна деп үлкен бір жаңағыдай ұлылығымен үлкен бір сый ұсынғанын көрсетіп тұрған секілді. Енді тағы да инна атайна ка деп жаңа не қосып тұр да соңына, есімдік, саған деген бір мағынада. Негізі осы ка етістігі, жаңағы ка есім дамир жалғанған кезде бұл тек қана пайғамбарды емес, бүкіл үмбетті де қамтитынын білдіреді деп ғалымдар айтады екен да. Себебі мысалы пайғамбарымызда әлем нашрах ләка садрак деп келеді ғой мысалы аяттарда. Сол кезде сенің көкірегіңді кеңейтпедік пе деген кезде бұл тек пайғамбарға бір қатысты нәрсе дейді да. Ләка, өйткені ләм жалғанып келеді кәфке. Ал бұл жерде ағтайна ләка емес, ағтайна ка деп пайғамбардың өзіне айтқандықтан бұл үмбетті де қамтитын бір жаңағыдай жақсылық деген бір мағынаны қамтиды екен. Сол үшін бірінші аяттың ішінде осы жаңағыдай үлкен көп жақсылық, енді кәусар дегеннің өзі жаңағы немен байланысты келеді, кәфир деген жаңағы көп жақсылық деген сияқты мағынада. Осындай да бір ишараттар, мағыналар бар екен. Енді осыншама көп нәрсе бергеннен кейін енді бір адам аттың үстінде тұрса, қамшысы жерге түссе, ол қамшыны біреу алып берсе, мысалы оған рахмет айтады. Енді жаратушы пайғамбарымызға беріп отырған осыншама жақсылықтан ештеңке күтпесе де, пайғамбарымыз оған рахмет айтқысы келеді, шүкір еткісі келеді. Сол кезде енді келесі аятта мысалы фасалли ли раббика ванхар, екі не келді да, екі шүкір етудің екі жолы дейікші. Мысалы біреуі намаз дейтін болсақ, біреуі құрбан дейік. Енді намаз адамның мынау рухына қатысты, енді рух адамның денесінің ішінде. Онда бұл дене құлшылығы дейміз ба, мысалы денеге қараған құлшылық. Намаз оқыған кезде буындарыңыз қозғалады, басыңызды сәждеге қоясыз, қыблаға бас бұрасыз деген сияқты. Одан кейін рухтың ішіндегі көптеген сезімдер, сабырлық, жомарттық, шүкіршілік, бауырластық көп қой енді. Осыларға енді оның барлығы осы кәусардың ішіне кіретін болса, пайғамбарымызға осы фасалли ли раббика, енді фасалидан кейін ли рабби, раб есімін қолданып тұр ғой. Сенің осы буыныңды қозғап қойған, сені тәрбиелеген, сенің ақылыңды берген, сенің көзіңді көретін қылған, мысалы су ішкен кезде, басқа нәрсе жеген кезде дәм алдырған, бұның барлығын тәрбиелеген сенің раббың, онда соған намаз оқып шүкіршілік ет. Енді бұл намаздың ішіне ол жаңа Рауан мырза айтты ғой, ол тек енді жалпы сүре түскен кезде де намаз әлі парыз болған уақыт емес. Сол жағынан қараған кезде де бұл намаздың ішіне, бұл фасалидің ішіне бір мұсылманның айтқан зікірі, дұғасы, салауаты, мысалы оққан Құраны, осының барлығы кіріп кететіндей адамның өзінің тәніне қатысты құлшылықтар дейді. Ал екінші бір тағы бір нығмет, ол әл кәусардың ішіне кіретін, ол енді дәулет жағынан. Біреуге қазына беріледі, біреуге дәулет беріледі, көптеген мысалы материалдық тұрғыда дейік. Оның шүкіршілігі дейді, ол нәрсені құрбан ету арқылы болады дейді. Енді мына жерде неге ол тек енді ғалымдар құрбан уақытының құрбанын айтпады деп, уәжіп, сүннет деп екі не шығады ғой. Бұл жерде жалпылама ретінде адам қолына берілген материалдық бір нығметтің шүкіршілігін оны құрбан ету арқылы болады дейді. Сіз мысалы қалтаңыздағы ақшаның жартысын біреуге бергенде негіз құрбан еттіңіз, ол қайтып сізге келмейді ғой. Бұл айтқан кезде құрбан шалған сияқты бір дәрежеде қолыңыздан шығарып, мысалы біреуге көрсетіп, мынаны мен саған берем деп, оны
белгілі бір уақыт бермей жүрсеңіз ол құрбан етілген болып саналмайды да, сіздің қолыңыздан шығып кету керек. Сонда алла тағала осы екі түрлі шүкіршілікті жасасаң болады деп, фасалли ли раббика уанхар деп, андай құрбан ететіндей дәрежеде абай атамыз айтады ғой, достыққа достық қарыз істейді ғой. Біреу сізге достық қылса, кішкентай жақсылық жасаса, сондай бір момент іздеп тұрасыз, соны қайтаруға. Бір орай келген кезде соны қайтарып жіберуге тырысып тұрасыз да. Бұл ана фытраттың талабы, адамның табиғатының соның несі сияқты да. Міне шүкір ету деген бір ар жағында бір қалау болып тұрады, соған екі не ұсынады. Енді бұл жерде мына меккелік сүрелердің жағы логикасы барлық, пайғамбарды жұбату, сахабаларды жаңағы қолдау, одан кейін барып жаңағыда құлшылықтарды кім үшін және не үшін жасау керек екенін түсіндіретін сүрелер ғой. Сол жерде мына жерде фасалли ли раббика деген кезде намаз оқы, намаз ол кезде оқылып жатты. Мысалы жаңағы мүшриктердің де намаздары бар еді өздерінің, олардың да құрбандары бар еді өздерінше жасайтын. Сол үшін соның адресін көрсетеді да, ниет қаяққа кету керек. Дүниетанымды өзгертіп жатыр. Ортаға бір ширк жасайтындай, серік қосып Аллаға басқаларға жаңағыдай табынатындай деңгейде ортаға серік кіргізбей, ашық қалдырмай, бүкіл жаңағы ниеттің барлығын Аллаға арнап, фасалли намазыңды және құрбаныңды Аллаға ғана арна деген бір мағынаны айтады. Себебі Мағун сүресінде фауайлул лил мусаллин деген аят келеді ғой. Намаз оқитындарға қандай өкінішті. Неге қандай өкінішті? Ан салатихим сахун аллазинахум юраун дейді. Адамдарға олар қалай болса солай намаз оқиды және адамдарға көрсету үшін оқиды. Сол үшін бұл жерде намазды адамдар үшін емес, ли роббика, Раббың үшін оқы деген бір жаңағы адресті көрсетеді адамдарға. Бүкіл аяттың, бүкіл сүренің өне бойында таухид принципі жатады негізінде, астыртын. Осы дүниетаным енді байшақтың кезде қайталана береді. Бір қателіктің өзі негізі, ол қателіктің өзін адамдар негізі ойлап былай шығармайды, көп қателіктерді. Бір жақсылық ауыспалы түрде, мысалы адамдардың қолынан адамдарға өткен кезде, немесе ғасырлар өте келе жаңа ниет бұзылып, негізі жаратушыға жасалып жатқан нәрсе жаңағындай бір пұттарға, бір жаратылыс бір нәрселерге бағытын өзгерту арқылы сондай бір дәрежеге кеп қалады. Сол үшін жаратушы ли раббика деп негізгі, ол құлшылық осы жаратушыңа сені тәрбиелеген, жоқтан жаратқан жаратушыңа жасалу керек деп қайтарып жатқан сияқты. Енді мына жерде мынандай бір мағынаны да шығарады екен. Мысалы салли деген сөздің, фасалли деген сөзді Құрандағы бір аятпен салыстырып отырып, антонимі арқылы салыстырып отырып, бет алу, сол жаққа қарай бағытталу деген мағынаны береді екен. Мысалы Қиямет сүресінде жаңағы фәлә саддақа уәлә салла уәләкин кәззәбә уә тәуәллә. Сол жерде мысалы саддақаның антонимі кәззәбә, уәлә салла, салланың антонимі тәуәллә. Тәуәллә деген енді бет бұрып кері айналып кету ғой. Кері айналып кету. Ал мына жерде салланың мағынасы бет алу дейді. Енді қайда бет аламыз деген кезде Раббың үшін Кәусарға бет ал дейді. Кәусар деген енді жаңа не дедік? Кәусар жаңа Құран болуы мүмкін, ислам болуы мүмкін, иман болуы мүмкін, тіпті таухид деп те жаңағыда құндылықтар. Құндылықтар. Сол құндылықтарға бет ал дейді. Егер бұл құндылықтарға бет алмасаң, онда тәуәллә болады. Фасалли ли раббика ванхар. Енді инхар жаңағыдай, нахар бір жағынан құрбан шалу десек, бір жағынан бұның жаңағыдай нахарда бұл түйені құрбанға шалу деген бір мағына бар деп айтады. Өйткені нахар деген алқымды айтады екен, кеудеге жақын тұс, мойынның жалғасқан тұсы кеуде десек, түйені кеудесінен жаңағы бауыздау бір әдеті бар екен, жалпы түйені құрбанға шалған кезде. Сол үшін түйені құрбанға шал деген бір мағынасы бар дейді. Ал егер жаңа салламен жаңағыдай келтіріп түсінетін болсақ, енді бет алумен түсінетін болсақ, уанхар деген кезде сен жаңағыдай кеудеңді тос, алдыңнан шығатын нелерге, кедергілерге, бөгеттерге, қиыншылықтарға кеудеңді керіп тос. Өйткені сен Кәусарға бет алған кезде сенің алдыңнан кедергілер шығады. Сол кезде уанхар, кеудеңді тос, кәдімгі не сияқты бөгеттерге деген бір мағынада шығады дейді. Себебі мына Кәусар сүресінен кейін Тәкәсүр сүресі түскен екен ғой. Тәкәсүр сүресі
сүре такасур деген жағы сөздің өзі кәусардың екеуі бір түбірден шығады, бірақ бір-біріне антоним да. Такасур деген не? Такасур деген мал жинауда, көбейтуде мақтаныш, өзара мақтаныш. Бұл жаман нәрсе. Ал кәусарға ұмтылу бұл жақсы нәрсе. Сол үшін егер де кәусарға ұмтылмасаң, жаңағыдай кәусарға бет бұрмасаң, міндетті түрде такасурға кетіп қаласың деген бір жаңағыдай нәзік мағына бар дейді астында. Негізі бұл осы неден шығады, жаңағы трайбализм дейміз ғой. Мысалы, менің руым сенің руыңнан үстем, менің ұлтым сенің ұлтыңнан үстем, немесе мен сенен үстеммін деген нәрсеге бұл тоқтау салатын сүре сияқты да. Өйткені мысалға енді тайпалық қоғамға тән нәрсе баласының көптігімен мақтану, немесе байлығының, кісі санының, ер азамат жаңағы тайпасының көптігімен мақтану болды. Ол негізі құндылық емес. Ол бір берілген сынақ. Алла беріп те сынайды, бермей де сынайды дейді ғой. Сол нәрсеге бір тоқтау қоятын сияқты да. Өйткені былайша айтқан кезде бұл сынақпен Закария алейхиссаламда сыналған, Ибрахим алейхиссаламда сыналған. Дауд пайғамбар. Иә. Ал адамдар жаңағыдай бір нәрсенің көптігімен жарыса бастаған кезде бұны жаңағыдай артықшылық деп бағалай бастайды да. Негізі ол артықшылық емес, ол сынақ. Иә, енді сүренің жаңа түскен себептерінің де бірі пайғамбарымыздың Қасым қайтыс болған кезде шетінеп кетеді. Пайғамбарымызды жұбатудың орнына мысалы көптеген адамдар енді ұлы да дүниеден өтті, бұл енді ұрпақсыз қалатын болды, русыз қалатын болды, немесе оның несін жалғастырмайды деген, жаңа сіз айтып жатқан сияқты неден шығып тұр ғой, бір ұрпақтың көптігімен немесе мақтанысу. Иә, сол кезде жаратушы біз сенің ұлың жоқ, бірақ саған ұлдан да артық соншама бір үммет бердік, әл-Кәусар. Мысалы, көп үммет бердік. Бұл айтқан кезде әкенің балаға жасамайтын нәрсесін қазір пайғамбарымызға жасайтын үммет бар. Бұл айтқан кезде балалықтан да асып тұр да оның дәрежесі. Сондай ғой, мысалы. Тура Абай атамыздың несіне келеді бір. Абай атамыздың бір қара сөзінде осы мәселені қозғайды. Жаңағы қазақ Құдайдан бала сұрайды дейді ғой. Сонда сұрағандағы мотивті айтады да, не үшін сұрайды деген сұрақты ортаға тастайды да, өзім артыма Құран оқиды деп сұрайды дейді да. Сол нәрсеге күледі да Абай. Соған бала сұрай ма дейді да. Егер ол жақсы адам болса дейді да, көпке жақсылығы тиген адам болса, ізге амал көп болса, оған көптің дұғасы оны көтеріп жібереді дейді да. Ал егер ол кісіге ұнамсыз бір мінез емес адам болатын болса, оны баласының ғана оқыған Құранды неге жеткізеді деп айтады да. Иә. Шынында салыстырған кезде. Көптің несі бәрі көп қой. Сол үшін жаратушы пайғамбарымыз мұңайма, біз саған сондай көп үммет береміз, керек болса енді Фатыма анамыздан сейіттер, мысалы пайғамбарымыз ұрпағы Хазіреті Әли мен Фатыма анамыздан тарады, әлемге тарады. Қазір бар, мысалы, қазір бар. Ал саған ұрпақсыз қалады деп жатқандар, олар керісінше өздері ұрпақсыз бір не қалады. Аты өшіп кетеді. Ол жерде сол ұрпақтың бір несін жаратушы мына жерде немен көрсетіп тұр да, инна шанияка хуал абтар деп, олардың мақтанып жатқан көптігі ол жалғаспайды. Қалай жалғаспайды? Мысалы, қазір пайғамбарымыздың ұрпағына ұқсағысы келетін, пайғамбарымыздың өзіне ұқсағысы келетін, пайғамбарымыздың үмметіне ұқсағысы келетін қаншама адам бар. Қазір бізге келіп бір сахабаның бір ерекшелігін айтатын болса, сіз сол сахабаға ұқсауға тырысасыз. Ал енді пайғамбарымыздың уақытындағы пайғамбарымызға қарсы шыққан адамдардың ерекшеліктерін айтсаңыз, жаман адам болса да оған ұқсағысы келмейді. Мысалы, қазіргі кезде мен Әбу Жахил сияқты болайын, Әбу Ләхаб сияқты болайын, сол сияқты оны үлгі тұтпайды. Бұл айтқан кезде пайғамбарымызға Алла тағала олардың нелері сол жерде қалады. Ешкім мақтанып менің атам, менің нем деп оны үлгі тұтып, оның ерекшеліктерінде жалғастырмайды. Дұғада оқымайды. Иә, дұғада оқылмайды. Сол үшін инна шанияка хуал абтар деп, керісінше саған ұрпақсыз қалады деп жатқан өзінің мынау тегі жағынан да, сосын бойындағы ерекшеліктер жағынан да бір не болады дейді. Үзілу бар. Иә, үзілу бар, жалғаспайды. Ол бір не ретінде. Сол үшін сен егер де осы ұрпағың, сендегі бойыңдағы осы қасиеттерді жалғастырғың келсе, Фатыма анамыздан тарайтын ұрпақ немесе пайғамбарымызға берілген осы үмметтің көп болуын, ақиретте көп болуын қалайтын болсаң, онда сен намаз оқып, дұға жасап, Раббыңа, сосын құрбан шалып отыратын болсаң,
осы үмметіңнің басына келіп тұрған пәле-қала осы құрбандармен, мына жасаған дұғалармен олардың басынан былай айтқан кезде алыстап отыратын болса, олар әрине берекетті болады, әрине көп болады, әрине пайғамбарымызға деген махаббаты, пайғамбарымызға деген бір салауаттары үзілмейтін бір үмметке ие боласын деп пайғамбарымызды сол жаңа оқиғадан кейін жаратушы керемет бір жұбатып отыр да бұл жерде. Мына жаңағы Нұх пайғамбар жаңағы топан су басқан кезде жаңағы баласын айтады ғой, кемеге мін деп. Сонда баласы мінбейді. Әке, мен таудың үстіне тұрып қалып мына судан құтылып кетемін дейді ғой. Сол кезде жаңа дұға етеді емес пе? Дұға еткен кезде Алла тағаланы ескерту келеді. Ей Нұх, бұл сенің балаң емес деген нәрсе. Дүниеден өтіп кеткеннен кейін. Иә. Бала дүниеден өтіп кеткеннен кейін. Бұл сенің балаң емес дейді. Сонда жалпы ақыреттегі өлшем бойынша бұл кәдімгі дүниетаныммен бұл жаңағыдай ұрпақ деген мәселе сондаймен өлшенетін сияқты көрінеді да маған. Биологиялық жақындық ол жерде жүрмейді. Бұл жерде енді әбтар деген жаңағы кәусардың антонимі, былайша айтқан кезде. Кәусар деген біз айтып жатырмыз ғой жаңағы. Үлкен көп жақсылық, оның ішінде жаңағы хикмет, нұбуат, уахи бәрі бар дейтін болсақ, содан үзіліп қалуды әбтар деп айтады дейді. Содан махрұм қалуды. Өйткені кәусардың қайнары солар болса, содан үзілу. Себебі Құранның жалпы несін қарайтын болсақ, негізгі тыйымдарын қарайтын болсақ, мына бала шағамен мақтану, ата текпен мақтанудан қатты тыйған да негізі. Ол мәселе емес, тіпті жаңағыдай сол Тәкәсүр сүресінде соны айтады да. Әлхакумут тәкәсүр, сендерді тәкәсүр жаңағыдай алдап қойды. Хатта зуртумул мақабир, сендер қабірге дейін кетіп қалдыңдар. Тіпті қабірге барып анау менің атам, мынау менің атам, бізден осынша адам мына қабірде жатыр, мына қабірде осынша адам жатыр деп қабір санап кеттіңдер дейді да. Ал одан тыйып тұрған Құран демек жаңағыдай бала шағамен мақтанудан бұрын сендер жаңағы кәусардан үзілесіңдер, махрұм қаласыңдар, егер де сондай бір тәкәсүрға кететін болсаңдар деген бір мағынасы бар екен да бұл жерде. Сол үшін жаңағы әбтар дегеніміз сол жаңағы Алла тағаладан келіп жатқан кәусар деген үлкен бір не десек, жаңағы хауыз десек, хауыздың ішінде көп деген жақсылықтар бар. Бұны не деп айтамыз, бір пакет дейміз, бір пакеттің ішінде көп жаңағыдай жақсылықтар бар. Ашып қалсаңыз анау да бар, мынау да бар, бәрі бар. Ал сол пакеттің қайнарынан, келіп тұрған қайнарынан үзілуді әбтар деген сөзбен жаңа айтады екен. Сол үшін сол қайнардан үзілсе, адам жаңағыдай ары қарай қайнар көзі болмағаннан кейін, жаңа өзіңіз айтқандай, не үлгі алатын адам емес, не дұға оқылатын адам емес, жаңағыдай ақыреті де бір тарихтың бір бұрышында қалып қалады. Иә. Ана хадисте де пайғамбарымыз кәусардың басына жиналған кезде менің үмметім деп ойлаған кейбіреулеріне жаратушы енді пайғамбарымызға тіл қатады ғой. Бұлар сенен кейін не істегенін білесің бе деп. Сол жерлерде жаңағы Ермек мырзаның айтқан мынау кәусардың ішіне кіретін жаңағы хикмет деп жазсыздар, Құран деп жазсыздар, содан бас тартқандар айтылады да. Бұлар Құранды сенен кейін тастап қойды, біреуі намаз тастап қойды, біреуі құлшылықты тастап қойды деген сияқты. Содан болып пайғамбарымыздың мынау кәусардың басында олармен жүздесе алмайтындығын, олар әуелі пайғамбарымызға қарайтын бір бет жоқ ретінде бір өкініп кері кететін туралы хабар береді. Сол кезде жалпы енді пайғамбарымызбен қауышуды бір мұсылман енді арман етпейтін мұсылман жоқ шығар. Барлық арман етеді. Онда осы пайғамбарымызға берілген осы хикметтер, Құран кәрім, уахидің несінен сүзіліп келген қаншама нұрлар, осыны сезімдерін осы нұрлармен нұрландыру арқылы, осыны ұстану арқылы кәусардың басында пайғамбарымызбен бір жолығатын бір билет, былай айтқан кезде ие болатын сияқты. Енді мына Кәусар сүресінің бір қызық мәліметі бар екен. Негізі Кәусар қарасақ өзі 3 аяттың үшеуі де ра әрпімен бітеді екен де жағдай. Инна ағтайна кәл кәусар фасалли ли раббика ванхар инна шаника хуал абтар. Ұйқас ба? Иә, ұйқас сияқты. Енді неге рамен бітеді деп қарасақ, мына Кәусар сүресінде енді әр сүренің өзінің паролі, коды болатын сияқты, математикалық. Кәусарда 10 деген сан сондай бір код болу мүмкін дегенді айтады да. Ол қалай деген кезде ра әрпі алфавит бойынша 10-шы әріп дейді да, 10-шы тұрған әріп. Одан кейін
мына Құранда 10 сүре ра әріпімен бітеді екен. Мәида сүресі бар, Шұғара сүресі бар, Лұқман сүресі бар, тағы сүрелер бар. Осылардың соңғы әріптері ра. 10 сүре бұларда. Содан кейін жаңағы бұл нахр деген бұйрық бар ғой, бұл жерде жаңағыдай құрбан шалу бұйрығы. Құрбан шалу бұйрығы Зүлхиджа айының 10-на келеді. Сол үшін бұл жерде де сондай бір 10 деген жаңағыдай сан бар дейді. Осындай нәрселерге қарап, бұл жаңағыдай Құранның, осы Кәусар сүресінің 10 деген бір санмен бір байланыс бар. Бәлкім бұл да бір зерттеуге, математикалық тұрғыдан бір ашуға бір есік деп терезені ашып кеткен. Сондай бір қарау болатын сияқты. Енді кейбір сүрелер бар ғой, енді Фатиха сүресі сияқты, Аср сүресі сияқты кейбір аяттар дұға орнына да көп оқылады. Мысалы, пәле-қаладан, көзге көрінетін, көрінбейтін әртүрлі пәле-қаладан сақтану үшін бұл Кәусар сүресінің де енді бағана айттық қой, ұрпақтың көбеюі, ұрпақтың аман-есен болу үшін құрбан шалу, намаз оқу, тура сол сияқты бұл сүрені кішкентай балаға да оқып үрлеп, мысалы, оның аман-есен болуы, сосын өмірінің ұзын болуы үшін осы сүрені бір мұсылмандар әдет, салт дәстүр ретінде бір қолданады. Сол үшін жаңағы Ихлас, Фалақ, Настың қатарында оны да оқса болады дейсің. Кәусарды да бір дұға ретінде оқуға, бір қорған ретінде оқып өмірге қолдануға болатын бір сүрелерден негізі. Жақсы, рахмет. Онда қорытындылайтын болсақ, жаңағы сіздердің жалпы талқылауларыңыздан түсінген дүниеміз, жалпы біз Кәусар деген мол жақсылық дедік қой, ішіне көп нәрсе кіреді, жаңағы Құран кіреді, жаңағы пайғамбарымыздың өсиеттері кіреді, жалпы рухани құндылықтардың бәрін қамтиды дедік. Біз мұсылман жалпы ұмтылу керек, жаңағы межесі дейміз ба, солай деп түсінсек болатын сияқты. Және оған жаңағыдай жетудің жолдары ретінде құлшылықтар, жаңағы соля деді ғой, намаз деген бүкіл негізі 5 парызды қамтиды деп айтамыз ғой негізі. Намазда тұрған кезде, құблаға бет тұрған кезде біз қажылықты да бір қамтығандай боламыз. Намазда уақыт, Құдайға бір уақыт бөлген кезде, арнайы Құдайға уақыт арнаған кезде бір зекет, уақыттан зекет берген сияқты боламыз деп. Олай болса, баршамызды осы ақыретте Кәусардың басында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бір тудың астында жиналуды нәсіп етсін. Келіп ортаға құнды пікірлеріңізді салғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.